Асан Чергеев «Түлкі ве қоян». Түлкі еві қардан, бұздан тұрушы, қоян еві бір терекнің қуышы. Бар келді, түлкі еві мұрады, шашқанындан тап башыны тырнады. Тұтып алды түлкі қоян евчігін. Қоян ағылай білмей емнішлейдегін, қоян деді: «Жаным қашқыр, ярдым ет, бір түлкічі кетті еві малекет». Қоян қашқыр етеклешіп кеттілер. «Тез чық түлкі бұқобадан» деділер. Түлкі бірден яман жекірді. Қашқыр қачты, қоян тауға секірді. «Не ағылайсың?» деді аю қоянға. «Кел екіміз тез барайық қобаға». Келген бұйық аю деді: «Ей, түлкі, қоян еві насыл олды сеніңкі?» Аю қорқып түлкічікінің сесінден қачып кетті. Қоян тұшты пешінден. Қоян кене ағламаға башлады, бойлы етіп, чоқ вақытлар яшады. Бір кірпічік раст келді бұл қоянға. Деді: «Не үшін сен ағылайсың, айтса?» Қоян айтты еп башына келгенін, насыл евін түлкічікке бергенін. Кірпі деді: «Көрсет маңа түлкіні, шымды барып чаңғытайым тұтынны». Барғандан соң қобачыққа кірпічік шай жекірді. «Тез ярамас мындан чық. Кескін ұжлы инелерінен санчарман, бұй евчікіні парлап бозып ачарман». Түлкічікінің қорқудан қан тер тұшты юзіне. Чыққан бойы сапланды кірпічікінің үстіне. Қачып кетті тауларға, аяқлары бұтын қан. Бойлы етіп құртылды бұ беладан шу қоян. Енді қоян евчігінде шең яшай. Кірпічікні көрген сайын алғышлай.